Баршаңызға менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода біз сіздермен жастық тігуді үйренетін боламыз. Міне екі жастықтың тігілу жолымен таныстыратын боламын. Бұл диванды ең бірінші рет сатып алған кезімде, сатып алуға барған кезімде осындай екі тал жастығы болған болатын. Сонысымен өзінше бір әдемі болып тұрған болатын. Бірақ доставкамен үйге алып келген кезде ол жастықтар бірге келмеді. Сонымен неге ол келмеді деп сұраған кезімде ол жай ғана сәндік үшін солай тұрады деді. Олай болса мен де өзімнің дивандарыма әдемі сән берейін деп дәл осындай жастықтарды тіккен болатынмын. Видеоның соңына дейін көрмес бұрын каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қоңырау белгісін де басып қойыңыздар, себебі болашақта тағы да видеолар шығатын болады. Кішкентай болғанмен де өзінше бір әдемілігі бар. Кез келген матадан тігуге болады. Олай болса, машинкаларыңыз бен маталарыңызды дайындап отырған болсаңыздар, кеттік. Бізге ең алдымен керек болады мата. Матамның мендегі размері өте кішкентай размер. Бұл өздеріңіз қалаған размерде алсаңыздар болады. Менде жай ғана бар матамен тіген деп жатырмын. Және де маған керегі ол жай ғана диваныма сән беру үшін. Менікінің размері 27 және 27, яғни 27-де 27 сантиметрлі мата екеу керек болады. Енді тігуді бастаймыз. Алдымен мен міне матамды осылай үшбұрыш етіп алып тігіп шығатын боламын. Міндетті түрде маталарыңыз тең қабырғалы болу керек, себебі сонысымен бұл ерекшеленеді. Біздің бұл жастығымыз сонысымен ерекшеленеді. Дәл осы жерден бір сызық етіп төмен қарай жүргізіп аламыз. Мына бұрышқа дейін. Міне, бір тігіс етіп түсіріп алдым. Артық жіпті қиямында. Енді керісінше мына жағынан дәл осылайынан тағы да бір тігіс етіп түсіріп аламын. Міне осылай етіп тігіп аламыз. Мына біріншісі, екіншісінде де дәл осындай етіп тігеміз. Екеуін де осылайынан тігіп алғаннан кейін бір-біріне осылай қарама-қарсы қойып, барлық бұрышын тігіп шығамыз. Тек мына бір жерінен бір сәл ғана кішкене ғана жер қалдырасыздар, себебі холофайбер салуға. Міне,
Осылайынан барлық бұрышын тігіп алдым. Бұрышын шығару үшін сәл-пәл кесіп тастаймыз осы жерден. Даусыңнан. Тәтті болған даусы өзінің. Барлық бұрышын кесіп тастағаннан кейін, міне менде ашық қалған жер осы жер. Осы жерді Сұлтан тырсылдатпа. Оң жағына қарай аударамыз. Қайшының көмегімен бұрыштарын осылайынан шығарып аламыз. Қатты итеріп тез жіберуге болмайды, жай ғана бүйтіп итереміз. Осылайынан істеп аламыз да. Енді дәл осы тұрған жерінен мына тігістің үстінен тағы да бір рет былайынан жүргізіп өтеміз. Былай бір айналып жүргізіп өтетін боламыз. Үш бұрышын осылай тігіп алғаннан кейін, үш қабырғасын осылай тігіп алғаннан кейін, енді холофайберімізді осының ішіне салатын боламыз. Жастығымыздың ішін толтырамыз. Енді ішіне толтырып алғаннан кейін, мынадан былай қарай тігіп шығатын боламыз. Мінекей бізде осындай жастық пайда болады. Барлық жағынан осындай өзінше бір әдемілігі бар. Енді мына жерде сіздер мына жаққа екі жағынан екі тал түйме қадап, осылайынан жинап қойсаңыздар да болады. Менікі кішкентай болғандықтан мен осылай қалдырайын деп шештім. Егер де үлкен болса, міндетті түрде ортасынан осылайынан түймемен ұстатып қойыңыздар, ішіндегі мынау холофайбер жылжып кетпес үшін. Видео ұнаған болса, соңына дейін көрген болсаңыздар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.